Мектепке дейінгі ұйымдарға жіберу үшін мектеп жасына дейінгі балаларды кезекке қою үшін EGOV.KZ порталында. EGOV.KZ порталында авторизациядан өтіңіз. Басты бетте білім, мектепке дейінгі білім бөлімді таңдаңыз. Мектепке дейінгі ұйымдарға жіберу үшін мектеп жасына дейінгі балаларды кезекке қою қызметін таңдап, онлайн сұрау батырмасын басыңыз. Өтініш түрін таңдаңыз, байланыс телефонын көрсетіңіз, және балаңызға кім екеніңізді көрсетіңіз. Бала туралы ақпарат жолағына құсбелгі қойып, келесі түймесін басыңыз. Сосын жеңілдіктер түрі тармағын таңдап, келесі түймесін басыңыз. Әрі қарай іздеу түрін таңдап, қала мен оқу тілін таңдаңыз. Мектепке дейінгі ұйымның атауын көрсетіп, келесі түймесін басыңыз. Кезекті жаңарту түймесін басып, төмендегі өрістерге құсбелгі қойып, келесі түймесін басыңыз. Өтінімге ECQ кілттің көмегімен қол қою қажет. Қызмет көрсету нәтижесі EGOV.KZ порталының жеке кабинетінде пайда болады.